отбасы деген кім? Ой ақылдым менің, бақытты отбасы деген осы дастархан басында отырған сен ең жақын, сені жақсы көретін адамдарың балам. Олар әжең, әкең, анаң, бауырларың. Сұрақ қояды. Ата, бақытты отбасы болу үшін ең маңызды нәрсе не? Бақытты отбасы болу үшін ең маңызды нәрсе біздің отбасымыздағы өзара сыйластық пен бірін-бірімізді қолдау, отбасында бір-бірімізді тыңдап, түсіне білу. Сонымен қатар бірімізге-бірімізден адалдық маңызды рөл атқарады балам. Ата, біз отбасымызда қандай дәстүрлерді сақтаймыз? Біздің отбасымызда бірге отырып, өзіміздің ұлттық тағамымызды жегенді, дастархан жайып, ет асып, дастархан жайып, шай ішіп, үлкендерге қызмет еткенді жақсы көреміз балам. Ботам, біздің отбасымызда ұлттық дәстүрлерді ұмытпаймыз. Сенің әкеңе жасаған ұлттық дәстүрлеріміздің барлығын біз сендерге де жасағанбыз. Шілдехана, беске салу, тұсаукесер дәстүріміз сендер дүниеге келгенде де сол дәстүрді ұмытпай әлі де жалғастырып келеміз. Тоқтат. Ата, әже, мен де әкем жақта үлкен жігіт болғанда сіздер үйреткен дәстүрлерді ұмытпай жалғастырамын, бақытты отбасы боламын. Ой, айналайын ботам, тілегің орындалсын сен. Бақытты бол балам. Сендерге әрдайым кішіпейіл болуды, тыңдап, үлкендерге сый құрмет көрсеткендерің, кішігезешіл болуларың жақсы, болғандарың жақсы балам. Ал ботам, Нұртас балам, мен үйреткен батаны беріп жібер дастарханға. Дастарханға береке берсін, бастарыңа береке берсін, астарыңа адалдық берсін, бастарыңа амандық берсін, дендеріңіз сау болсын. Нұртас балам, мен үйреткендей, өткендегіді дастарханға бата бер балам. Дастарханға береке берсін, бастарыңа береке берсін, астарыңа адалдық берсін, бастарыңа амандық берсін, дендеріңіз сау болсын. Айтқаның келсін балам, мен де бата беріп жіберейін. Илахи әумин. Құдайым оңдасын, бақ қарасын, қыдырдарсын. Кетпес дәулет кең пейілбер, дастарханымыздың байлығы денімізді сау берсін. Құда қаласа мына жұмыстарымыз алға басып балам, үйген тапқан тас берекесін берсін. Үйіне бақ берекен тұрмақ. Асыл мұратымыз асыл, тілеуіміз қабыл болсын. Бір Алла қолдасын, жақсы болсын. Әумин.